Сәлем достар, қазір мен сіздерге продавецпен сөйлесуді көрсетемін. Пиндодомызға кірдік. Мінекей бұл біздің главный лентамыз. Мысалы біз мына курткамызды алғым келеді. Осы куртканы мысалы доставканы тезірек жасай аласыздар ма? Или размері мынандай размер бар ма? Мынандай мұнша жастағы балаға қандай размер керек дегендей, мысалы продавецпен сөйлескіміз келсе, біз онда мінекей астындағы мынау домалаққа басамыз. Сосын барып мінекей сұраймыз. Ол сөйлесуші мінекей обязательно переводчикпен қолданамыз. Мына жерге жазамыз. Здравствуйте. Есть мысалы не деп сұраймыз. Здравствуйте. Есть размер на мальчика 7 лет. Оны осы сосын барып, мұны копировать етіп аламыз. Сосын барып, мұна жерге жібереміз. Мінекей продавецімізге жібереміз. Қазір продавеціміз бізге жауап береді. Сосын жауап берген кезде продавеціміз бүкіл сообщенияларымыз бізде мынау жерде орналасқан. Мінекей сізге продавец жауап берсе, мінекей жаңағы жазған біздің продавеціміз жауап берсе, осылай сізге сообщение келеді. Сосын ол мысалы сізге жауап береді, оны да копировать етіп или скриншот жасап сіз переводчикке салып сөйлесе аласыздар переводчик арқылы. Сосын барып біз жаңағы мынау бірінші окошкадан, мынау төлемге дайын тұрған жерден окошкадан тоже солай жазып продавецпен сөйлесе аламыз. Үстінен бір рет басамыз. Мына жерде мінекей продавец дегеннің сообщенияның суреті бар. Осы сообщенияға басамыз. Мінекей осы жерден де жазамыз. Мысалы, здравствуйте, можете ли сделать быструю доставку деп. Здравствуйте, можете ли вы быструю доставку деп жазайық. Одан кейін мына жерге копировать етіп аламыз. Мінекей копировать етеміз да осы жерге қоямыз. Мінекей сообщениямыз кетті. Продавеціміз жауап берген кезде бізге астынан сообщение келеді. Мінекей бір продавеціміз жауап берді. Мынау жаңағы соңында мінекей екі продавецімізді жауап берді. Оны қараймыз. Мінекей продавеціміз жауап берді. Мінекей копировать деген, копировать можно осылай скрин жасап осы жерге қоюға. Қараймыз, не деп жауап берген. Завтра утром дейді. Көрдіңіз ба? Мінекей завтра утром доставка істейміз дейді. Одан кейін біз мына жерге хорошо, спасибо деп жауап береміз. Хорошо, спасибо большое. Копировать етеміз да осылай продавецімізге жібереміз. Мінекей келесі продавецімізді қараймыз, не деп жауап берген. Осылай переводчикке салып продавецтеріңізбен сөйлесесіздер. Скидка сұрағыңыз келсе, көп зат алып жатсаңыз, оптом көп зат алып жатсаңыз, онда бір магазиннен, ол кезде скидкада осылай жазып, бірінші окошкаға жіберіп, содан кейін продавецтерге жазасыз. Мінекей менікі төлемге дайын тұр, маған скидка жасап бере аласыз ба деп. Сосын барып продавец скидка жасағысы келсе, сізге скидка жасап береді бірінші окошкадан. Егер жасағысы келмесе, ол кезде айтады. Осылай продавецтермен сөйлесіп, переводчикке жазып, қалаған заттарыңызды сұрауға болады.